Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сауат ашу сабағында үйренген білімдерімізді еске түсіреміз. Біз сөздерді буынға бөлуді үйрендік. Сөзді жайлап айтып шапалақ соғып немесе саусақпен санап буын санын анықтадық. Мысалы, бала, ана, мектеп. Біз сөздегі жетіспейтін буынды табуды үйрендік. Сөздің бір бөлігі жоқ болса, мұқият тыңдап, дұрыс буынды орнына қойдық. Бұл бізге сөзді дұрыс айтуға көмектесті. Біз берілген дыбысқа сөз құрауды үйрендік. Мысалы, А дыбысына алма, аю. Б дыбысына бала, балық деген сөздер айттық. Сөздерді тез ойлап табуға жаттықтық. Біз дыбыстарды тыңдап, олардың сөздің басында, ортасында, немесе соңында келетінін анықтадық. Бүгінгі сабақта біз сөзді буынға бөлуді, жетіспейтін буынды табуды, берілген дыбысқа сөздерді жылдам құрауды үйрендік. Жарайсыңдар, балалар. Сендер сауат ашу сабағында өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Алға қарай тағы да көп қызықты нәрселер үйренеміз.